Енді өңір жаңалықтарына кезек берейік. Бүгін Ақтөбе Инвест 2016 4-ші халықаралық инвестициялық форум өтті. Форум мақсаты Ақтөбе облысының инвестициялық мүмкіндіктерімен таныстыру. Сонымен қатар экономиканың нақты секторына инвесторларды тарту. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмаларының негізінде ұйымдастырылған шараға үкіметтің және квазимемлекеттік сектордың, халықаралық қаржы институттарының өкілдері, Францияның Иран Ислам Республикасының, Кувейт мемлекетінің Қазақстандағы елшілері, сонымен қатар Ресей, Қытай, Түркия, Польша, Словакия, Голландия және өзге де елдерден келген барлығы 500-ден астам адам қатысты. Қазақстан, оның ішінде Ақтөбе облысы инвесторлар үшін қашанда тартымды өңір. Қазба байлықтары мен 9 жолдың торабында орналасқан тиімділігі Ақтөбе жеріне қызығушылықты еріксіз арттырады. Елде өндірілетін мұнай мен газдың, мыстың ондаған пайызы тиесілі Ақтөбе облысында әлі де инвесторларды тарту, кен орындарын бірлесе игеруге мүмкіндік жеткілікті. Дәстүрге айналған халықаралық инвестициялық форум әдеттегіше облыстың болашақта жүзеге асуы тиіс жобалар көрмесімен басталды. Қатысушылар мұнай өндіру, газ өңдеу, химия, сонымен қатар қара және түсті металлургия сияқты инвестицияны қажет ететін басым салалардағы жобалармен танысты. Ал өңірдің инвестициялық және транзиттік әлеуеті Ақтөбенің индустриалды аграрлық аймағы, мемлекеттік жеке кәсіпкерлік серіктестігі жобасы, медициналық кластердің дамуы туралы бейнероликтер LED экрандардан көрсетіліп тұрды. Форум жұмысын бастап берген Ақтөбе облысының әкімі өз сөзінде форум қатысушыларына алғысын жеткізді. Форумның негізгі мақсаты өңірдегі кәсіпкерлікті дамыту, өңір экономикасына инвестиция тарту, мемлекеттік және жекеменшік серіктестікті дамыту. Біз ойлаймыз, бүгінгі сіздердің қатысуларыңыз біздің өңіріміздің экономикасының дамуына өзінің үлесін қосып, жалпы халқымыздың тұрмысын, жағдайын жақсартуға өзінің үлкен үлесін қосады деп. Бердібек Машбекұлының айтуынша, елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмаларының негізінде инвесторларға барынша жағдай жасалған. 9 жылдың торабындағы Ақтөбе өңірінде шетелдік капиталдың үлесі бар 700 кәсіпорын табысты жұмыс жасап келеді. Облыстың транзиттік мүмкіндіктері де жоғары. Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық автокөлік дәлізі, инфрақұрылымы жетілген халықаралық әуежай, елдің батысы мен шығысын, оңтүстігі мен солтүстігін қосатын теміржол торабы Ақтөбенің басты жетістігі. Инвесторлардың табаны Ақтөбе топырағына тиген бойда күтіп алып, бір терезе қағидасымен барлық жағдайын жасау үшін инвесторларға қызмет көрсету орталығы ашылды. Кәсібін дөңгелетуге жаңа заманауи өндірістік аймақта орын бар. Ал кәсіпорын толық қуатына көшкен сәтте мемлекет оның шығынының 30%-ын қайтарып береді. Сондықтан да Ақтөбе өңірінде кәсіпкерлікпен айналысуға толық мүмкіндік бар, деді облыс әкімі. Жұмыс істейтін кісілерге тиімді кәсіпкерлік болу үшін біз барлық жағдайды жасаймыз, сіздермен бірге жұмыс атқарамыз. Ақтөбе облысында индустриялық инновациялық дамудың алғашқы 6 жылында құны 3,8 миллиард доллар болатын 80 жобаны жүзеге асырып, 7000-нан астам тұрақты жұмыс орындары құрылған. 2019 жылға дейін құны 730 миллион доллар болатын 14 жоба жүзеге аспақ. Барлық жобалардың дені нарық сұранысына сай экономиканың басым салаларындағы өңдеуші өнеркәсіптер болып табылады. Ал еліміз тәуелсіздік алған 25 жылдың ішінде өңірлік өнім 1350 есеге дейін артқан. Ақтөбе өңірі инвестиция тартуға қолайлы өңірлердің бірі болып қалуда. Тәуелсіздік алған 25 жылдың ішінде бұл саладағы көрсеткіш 1200 есе өскен. Нәтижесінде бүгінгі күні біздің аймақ республика бойынша инвестиция тарту жөнінен 2-ші орында тұр. Ақтөбе облысының инвестициялық тартымдылығын бүгін үкімет мүшелері де атап өтті. Инвестициялар және даму министрлігінің бірінші вице-министрі Альберт Раудың айтуынша, еліміз тмд мемлекеттер арасында шетелдік қаржы көздерін тартуда көшбасшы болса, оның ішінде көптеген жобалардың іске асуы Ақтөбенің үлесінде. Ақтөбе облысы белсенді өндірісті облыс. Индустриалдық бағдарламаның 6 жылында 80-нен астам жобаның іске асуы аймақтың инвестиция таратуға өте қолайлы екенін көрсетеді. Оның ішінде 12 жоба шетелдік инвесторлардың қатысуымен жүзеге асты. Айта кету керек, биылғы форум ел тәуелсіздігінің 25 жылдығы аясында ұйымдастырылды. Осы жылдардың ішінде президент Нұрсұлтан Назарбаевтың басшылығымен көптеген жетістіктерге жетіп, экономиканың ары қарайғы дамуына берік негіз қаладық деген облыс әкімі мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, бүгінгі күні біздің аймақта мемлекет пен жеке кәсіпкерлік серіктестігі де тұрақты дамып келе жатқанына тоқталды. Белгілі болғандай, қазір құны 50 миллион долларды құрайтын 18 жоба іске асуда. Оның барлығы да әлеуметтік салаларда. Жалпы Қазақстан бойынша 253 жоба әртүрлі даму процесінде болып жатыр, жобалау процесінде. Оның ішінде нақты Ақтөбе облысы айтатын болсақ 18 жоба қазіргі таңда.
яғни қандай жобалар? Біріншіден жаңағы мұз айдынын салу жобасы, балабақшалар салу, емханалар салу, сонымен қатар жаңағы жедел жәрдем көрсету салу, дене шынықтыру алаңдарын салу және де басқа да жобалар қазіргі таңда іске асырайын деп отыр. Өңіраралық кооперацияны одан әрі дамытуда бүгінгі күннің басты міндеті. Қазір Ақтөбе көршілес облыстармен байланыс орнатты. Бұл өз кезегінде азық-түлік бағасын төмендетіп, тұрақты ұстауға септігін тигізеді. Бүгінгі форумда сөз алған Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек Ақтөбе мен оңтүстік Астана арасында қазірдің өзінде байланыс орнағанын жеткізді. Инвестициялық ахуалды жақсарту және тікелей инвестициялардың артуы маңызды туралы елбасымыз Нұрсұлтан әбішұлы Назарбаев әрқашанда айтып келеді. Кезекті Қазақстан халқына жолдауында мемлекет басшысы жаңа жаһандық ахуалда жаңа инвестициялық саясат қабылдау маңыздылығы туралы атап өтті. Бұл бағытта Қазақстанда ауқымды жұмыс жүргізіліп келеді. Өңіріміздің инвестиция салуға қолайлығы шетелдік инвесторлардың да қызығушылығын туғызып отыр. Себебі бұған дейін жұмыс істеп келе жатқан шетелдік кәсіпорындардың ісі бүгінде тұрақты жүруде. Аймақта шетелдік капиталдың қатысуымен 700-ден астам кәсіпорындар табысты жұмыс жасап, дамып келеді. Басқосуда сөз алған Орынбор облысының губернаторы Юрий Берг те Қазақстанның жетістіктеріне таңданысын жасырмады. Сотрудничество и дружба Российской Федерации и Республики Казахстан. Ақтөбе облысы Орынборға шектесіп жатыр. Қазір Ақтөбе мен Орынбордың біріккен кәсіпорындарының саны 100-ден асады. Әсіресе энергетика, металлургия, машина құрастыру салаларында бірлескен жобалар нәтижелі болып тұр. Енді одан әрі жаңғырталсақ, екі облыстың да экономикасына серпін болар еді. Инвестициялық форумға арнайы келген Франция елшісі Франсис Етьен елімізде жұмыс істеп жатқан жүздеген кәсіпорындардың қатары көбейіп, алдағы уақытта Ақтөбе облысында да бірлескен жобалардың жүзеге асатынын жеткізсе, Дүниежүзілік банктың тұрақты өкілі Ато Браун аймақтың шетелдік инвесторлар үшін өте қолайлы екенін, іс тәжірибесі көрсеткенін атап өтті. Ал шетелдік сарапшылардың да біздің өңірмен жұмыс істеу қашанда тиімді болатынына сенім білдірді. В нашей бизнес-ассоциации объединены 35 крупнейших. Біздің бизнес қауымдастығымызда 35 ірі шетелдік компаниялар тіркелген. Сондықтан да біз Қазақстандағы интеграциялық процестерді, экономикадағы құбылыстарды зерттеп отырамыз. Айта кететіні, Ақтөбе облысы елдің өзге аймақтармен салыстырған географиялық жағдайы инвестиция таратуға өте қолайлы аймақ. Форум барысында Иран және Кувейт секілді елдердің де елшілері, сондай-ақ отандық сарапшылар да өз пікірлерін білдірді. Ал шара соңында 16 меморандумға қол қойылды. Облыс әкімдігі мен Орынбор облысы арасындағы ынтымақтастық туралы, Алматы қаласы мен кооперация туралы, даму кәсіпкерлікті дамыту қоры мен келісімшарттарға қол қойылды. Жан-жақты қол қойылған меморандумдардың арқасында енді облыс экономикасына қосымша $200 миллион инвестиция келуі тиіс. Ануарбек Мырзатайұлы, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.